барлығына сәлем. Негізі мамандық таңдаған кезде, бір өмірлік ісімізді таңдаған кезде, жаңадан бір кәсіп таңдаған кезде көп жағдайда адамдар өзіңнің қалағаныңды жаса деп айтып жатады, қалағаныңды таңда деп жатады. Бірақ сол өзіміздің қалауымызды анықтау қиын болып жатады. Сол себепті де мен бүгін өзімнің осы мамандық таңдау консультацияларын өткізген кезде оқушыларыма, студенттеріме және де қосымша маған жүгінетін адамдарға консультация барысында беретін үлкен техникамен, үлкен бір маңызды методикамен таныстырайын деп отырмын. Жалпы сіздердің өздеріңіздің қалауларыңызды анықтауға көмектесетін болады. Және де бұл техниканың бір ерекшелігінің бірі, біз өзіміздің потенциалымызды да анықтай аламыз. Яғни потенциалды негізі анықтау да сәл қиынырақ болып жатады. Менің потенциалым қай жақта жоғары, қай жақта төменірек деген секілді сұрақтар болып жатады. Сол себепті де мен бүгін сіздерге бір күшті техникамен бөлісейін деп отырмын. Негізі бұл тек қана мектеп оқушыларына, студенттерге ғана емес, жалпы үлкен кісілерге де жарайды. Себебі мен осы күнге дейін бизнес бастау деген секілді, штаб деген секілді компанияларда выбор ниші бойынша профориентациялық кеңестер беретінбіз, және де осы күнге дейін мың шақты үлкен кісілерге де осы кәсібін анықтаған кезде де осы техниканы беретінбіз, және де ол реально көмектеседі. Сонымен тоқталайық, қараңыздар. Негізі шынымен де өзіміздің қалайтын нәрсемізді және де өзіміздің потенциалымызды анықтау үшін жай ғана мына таблица болса жеткілікті. Түсіндіріп кетейін, бізде қалаймын, бірақ жасаймын, қалаймын және жасаймын, қалаймын, бірақ жасамаймын, және де қаламаймын, жасамаймын деген 4 квадратик бар. Егер де біз осы 4 квадратикті толтыра алатын болсақ, нақты қалауларымызға сенімді боламыз, және де өзіміздің потенциалымызды анықтауға да жеңілірек болады. Кеттік, қалаймын, бірақ жасамаймын деген ол не нәрсе? Яғни бұл жағдайда, егер де сіздер осы күнге дейін мынаны хочу, ананы хочу деп жүрсіздер, бірақ каким-то образом соны жасамай жүрсіздер. Болады ғой, мысалға, дұрыс тамақтанғым келеді, салмақ тастағым келеді, 10 килограммға арықтығым келеді деп жатады, спортпен айналысқым келеді дейді. Бір ерекше бір нәрсе ойлап тапқым келеді дейді. Жай ғана таңертең ерте тұрғым келеді, арман мақсаттарымды жазғым келеді дейді, бірақ жасамайтын іс-әрекеттер. Яғни бұл жерде біз қалаймын, бірақ жасамаймын деген нәрселерді, іс-әрекеттерді жазып шығамыз. Бұл жерде енді қараңыздар, тек қана бір мамандығыңызға қатысты нәрсені жасаудың қажет жоқ, жазудың қажет жоқ. Бұл жерде барлық өміріңіздің сферасына. Не жасағыңыз келеді, прям қатты қалайсыз, бірақ жасамай жүрсіз. Немесе бастап көрдіңіз, бірақ белгілі бір сылтаулар айтып, бүйтіп қалды, сөйтіп қалды, уақыт болмай қалды, туған туыс келіп қалды, бүйтті, сөйтті деген сылтаулардың кесірінен жасамай жүрген әрекеттеріңіз. Егер де вдруг сіздің қасыңызда дәл қазір ручка мен қағаз болса, міндетті түрде видеоны пауза қойып, тіпті осы кезде жазып отырғаныңыз жақсы. Немесе қолыңызда телефон болмаса, дәл қазір видеодан шығып, осыны жазып алып, и заметкаге орындағаныңыз жөн. Өйткені, осы күнге дейін өзіңіздің не қалайтыныңызды білмей жүрсіз ғой, сол себепті де лучше қазір ерінбей осы кезде тапсырманы орындаған дұрысырақ, осы техниканы қолданған дұрысырақ. Себебі қазір видеоны көріп алып, сіз орындауыңыз, ары қарай орындауыңыз, тапсырманы жасауыңыз екіталай. Сол себепті де бұл жерде қатты қалайтын, прям 1 жыл, 2 жыл, 10 жыл бойы, бірнеше айлар бойы қалап жүрген, бірақ жасамай жүрген іс-әрекеттерді жазасыз. Екіншісі, қалаймын және жасаймын. Шынайы қалайсыз және де қазіргі таңда жасап жүрсіз. Мысалға, кітап оқуды қалаймын, белгілі бір мотивационный кітап болсын, немесе бір психологияға қатысты кітап болсын, сіз соны қалап жүрсіз және де қазіргі таңда тұрақтылықпен жасап жүрген іс-әрекеттеріңіз. Осы тізімді жазуымыз керек болады. Үшіншісі, қаламаймын, яғни қаламаймын, бірақ амалсыздан жасаймын. Үй жинау, тамақ істеу деп жатады кейбір қыздар. Кейбіреулер бір бала бағу деп айтады, кейбіреулер өзінің бір жұмысын айтады, қазіргі таңда жұмыс жасап жүрген. Немесе белгілі бір пән болуы мүмкін, оқушылар бізде бар, белгілі бір пәнді қаламайды, бірақ амалсыздан оқиды деген секілді. Осыны жазамыз. Және де соңғысы, қаламаймын, жасамаймын. Яғни, как бы бұл жерде сіз бұны жасауыңыз керек, бір мойныңызда міндет түрінде тұр, бірақ сіз оны қаламағандықтан жасамайсыз. Бірақ үнемі ойыңызда тұрады, жасау керек деп. Бірақ қаламағандықтан оны тағы да 2 аптаға, 1 айға, 2 айға созып жүретін іс-әрекеттеріңіз. Енді түсіндіріп кетейін, қараңыздар. Осыны толықтай жазып болғаннан кейін,
осының барлығын жазып алу керек, және де осы тізімдерге қарау керек. Бұл жерде негізі әрбір квадратикте үлкен мағына жатыр. Жалпы қарасаңыздар, қалаймын, бірақ жасамаймын деген іс-әрекеттеріңіз ол сізді үлкен жетістіктерге алып келетін іс-әрекеттер. Сізге үлкен энергия беретін іс-әрекеттер. Егер де сол іс-әрекеттерді жасасаңыз, сізде жаңадан идея келетін іс-әрекеттер, жаңа мүмкіншіліктер сыйлайтын іс-әрекеттер. Бірақ біздің еншектіктің арқасында, тағы да бір 1045 сылтаудың арқасында жасамай жүрген іс-әрекеттер. Яғни сіздер, мысалға делік, егер де дұрыс тамақтанғым келеді, немесе арықтағым келеді деген секілді, немесе жай ғана күнде 30 минут жаттығу жасағым келеді, бірақ жасамайсыз, түсініп тұрсыз, то, что оның сізге пайдасы бар, мынаусы бар, анаусы бар деген секілді, бірақ жасамай жүрсеңіз, оны уже жасау керек. Егер де сіз соны жасап кетсеңіз, сізге ол үлкен жаңадан энергия береді де, және де соны жасағаннан кейін сізге тікелей мамандығыңызға қатысты, тікелей кәсібіңізге қатысты да жаңадан идея келеді. Ол қалай? Яғни біздің негізі мамандығымыз, кәсібіміз, жалпы өзіміздің қалауымыз, бағытымыз, өмірлік ісіміз дегеннің барлығы бір дөңгелек дейтін болсақ, соны қошайтын бірнеше дөңгелекшелер бар. Ол қалай? Яғни біздің өмірімізде болып жатқан жағдайлар, ата-анамызбен қарым-қатынас, жобаларымызбен қарым-қатынас, одан кейін жаңа бір мүмкіншіліктер, адамдармен қарым-қатынас деген секілді жан-жақты әртүрлі нәрселер қоршайды. Яғни тағы да бір соны қоршайтын нәрселердің бірі ол біздің миымыз. Яғни біздің өкінішке орай миымызда 1045 ойлар болғанның әсерінен, миымызда каша болып жатқанның әсерінен, сол каша біздің шынайы мамандығымызды табуға, өмірлік ісімізді анықтауға, мамандығымыз бойынша жақсы жетістікке жетуге кедергі жасайды. Себебі біз ананы ойлап тұрамыз, мынаны ойлап тұрамыз, блин, ананы жасау керек еді, мынаны жасау керек еді, бүйту керек еді, сөйту керек еді деген секілді әртүрлі ойлар тұрады да, и сол біздің миымызда көп болып тұрады да. Мысалға компьютерді елестететін болсақ, компьютерде прям өте көп рабочий столда фотолар тұр делік. Сол фотоларды әрқайсысын өстіп по полочкам, по папкам өстіп қойып бөлмегендіктен, ол прям шашыраңқы болып тұрғандықтан бір папканы да табу, белгілі бір компьютерный столдағы белгілі бір файлды табу қиын. Сол себепті де жаңағы фотолар, жаңағы 1045 файлдар, ол біздің ойларымыз дейтін болсақ, сол ойлардың, сол бір іс-әрекеттердің жасалмағанның әсерінен бізге жаңадан идея келмейді, және де өзіміздің мамандығымыз таңдау туралы ойлар келмей жатады. Ал егер де сіздер қалаймын, бірақ жасамаймын деген іс-әрекеттерді кәдімгідей тізімдері болатын болса, әрбір іс-әрекетті орындап галочка қоятын болсаңыз, ол каша біртіндеп азаяды. Яғни бұл файлдар бір жерге жинақталады. Сосын жаңадан бір миымызда пустой бір жер ашылады. Сол кезде бізде жаңадан энергиялар мен жаңадан ойлар пайда болады. Мысалға айтатын болсақ, тіпті әрбір іс-әрекетті жасағаннан кейін де бізге өзімізге, о, молодец, Санель, молодец, сен осыны жасадың. Оказывается, сен осыны жасай алсаң, сен тағы да нәрсе жасай алады екенсің. Мысалға делік, егер де сен 10 километрлік жолды жүгіріп, яғни марафонды жүгіре алсаң, мен бұны жасай алсам, мен өзімнің мамандығымды да таңдай аламын деген секілді ойлар болады ғой. Сол себепті де міндетті түрде біз қалаймын, және де бірақ жасамаймын деген істі біз қалаймын және де жасаймын деген іс-әрекетке айналдыруымыз керек. Айтқандағыдай, ол жақта біздің үлкен потенциалымыз жатыр. Осы жақта сіздің потенциалыңыз жатыр. Осы іс-әрекеттер сізге үлкен мүмкіндік алып кетті. Ол кәсіп жағынан, ол мамандық жағынан, ол өмірлік ісіңіз жағынан, карьералық өсу жағынан, және де қосымша өміріңіздің басқа сферасынан да. Бұл жақта айтқандағыдай, егер де белгілі бір іс-әрекеттерді қалап тұрсаңыз, вот мысалға делік, мықты бухгалтер болғым келеді, немесе мықты бір спортсмен болғым келеді десеңіз, яғни сол жақта сіздің потенциалыңыз жатыр деген сөз. Екінші, қалаймын және жасаймын. Бұл іс-әрекеттер прям ең күшті іс-әрекеттер. Яғни сіз оны қалап тұрсыз, хочу деп тұрсыз, и делаю деп тұрсыз. Яғни бұл жақта просто соны көбейту керек. Яғни бұл іс-әрекеттерді сіз көбейтсеңіз, мысалға делік, кешкі серуен делік, кешке 10 минут серуенге жасауым керек деп айтасыз, және де кешке үнемі серуен деп қайтасыз. Одан кейін сіз үнемі жақсы бір көңіл күйде боласыз. Яғни сол көңіл күй сіздің ары қарай өзіңіздің мамандығыңызға да әсер етеді, сіздің оқуыңызға да әсер етеді. Сіздің жалпы
бір ұбт-ға дайындалуыңызға да әсер етеді. Сол себепті де бұл жердегі заттарды қалаймын және жасаймынды көбірек көбейту керек. Мысалға делік, сіз математиканы қатты ұнатасыз және де ұбт-ға дайындалып жатырсыз, и сіз соны математика қатты ұнатып жатқан соң, оны да күштілеп тұрып жасап жатырсыз. Окей, супер, жақсы. Соған фокус бөлу керек, соны көбейту керек, ары қарай дамыту керек деген секілді. Яғни бұл жақтағы іс-әрекеттер бізге итак уже қазіргі таңның өзінде энергия беріп жатыр, күш-қуат беріп жатыр, и соны ары қарай көбейту керек болады. Немесе қосымша фокуспен айналысу керек болады. Бұл сізге прям идеальный жұмыстар, осыны көбейту керек. Қаламаймын, бірақ жасаймын. Яғни бұл жерде қаламаймын, бірақ жасаймын деген нәрсе, ол көп жағдайда біздің туф деп жасайтын іс-әрекеттеріміз. Осыны мен жасамақ қойсам бола ма деген, немесе осыны жаса деген кезде тарс-гүрс болатын бір мінезіңді көрсетіп болады. Мысалға, үй жина деп айтады, немесе тамақ істе деп айтады, пылесоста деп айтады, немесе бір далаға бір жұмсай түсу кезде сіз соны бір жасағыңыз келмей бір қиналып жасайсыздар. Вот сондай іс-әрекеттер көп жағдайда біздің энергиямызды алып жатады. Бұл жағдайда не жасауға болады? Бұл жағдайда сіз сол іс-әрекеттің сізге беретін пайдасын ойлай аласыз. Мысалға, үй жинаудың арқасында сіз үй жинағаннан қандай пайда аласыз? Ол, мысалға, сіз жинап болғаннан кейін, барлығы тап-таза тұрғаннан кейін бір рахат сезімін алуыңыз мүмкін деген секілді. Немесе тарих пәніне дайындалғыңыз келмейді ұбт-дан. Не жасауға болады? Бұл жағдайда жасау керек бұл жерде, бірақ қаламайсыз. Ол кезде сіз артында тұрған сізге беретін пайдасын ойлау арқылы сіз миыңызды сәл өзгертесіз. Яғни ол қалай? Мен осы тарихқа дайындалудың арқасында қазір қиналып тұрмын, бірақ сонда да қазір қаламай тұрмын, бірақ жасап тұрғанның арқасында мен ертең грантқа түсемін. Ертең мен бір жоғарғы балл аламын. Мен осы арқылы стипендия аламын. Яғни ол грантқа түсу, ол ата-анам үшін грантқа түсем, бүйтем, сөйтем дегенді ойламайсыз. Нақты сізге беретін пайдасын ойлаған кезде, сіздің миыңыз бұл пайдасын ойлау арқылы, окей, маған пайда түседі екен ғой деген секілді ойлап, ол кезде уже бүйтіп қарсыласпайтын болады. Немесе бұл жақтан да белгілі бір іс-әрекеттен мүлдем пайданы таба алмай жатсаңыз, өзіңізге беретін пайдасын ойламай жатсаңыз, онда сол іс-әрекеттерді біреуге тапсыру керек. Мысалға делік, егер де студенттер болса, екі қыз квартирада тұрады делік, немесе екі қыз общагада тұрады делік, сіз үй жинағанды ұнатасыз, бірақ тамақ істегенді ұнатпайсыз. Ол жағдайда сізге просто так қасыңыздағы қызға давай мен тек қана үй жинаймын, сен тек қана тамақ істе деген секілді. Яғни сізге ұнамайтын іс-әрекетті басқа біреуге тапсыру керек болады. Яғни делегировать ету керек болады. Сол кезде сіздің жаман, негативті энергияларыңыздың барлығы кетеді. Ал керісінше жаңадан осы қалаймын, бірақ жасамай жүрген іс-әрекеттеріңізге уақыт бөле аласыз. Және соңғысы, қаламаймын, жасамаймын деген іс-әрекет бар ғой. Вот соны прям X қою керек. Яғни бұл жағдайда вообще біз ойлауымыздың қажеті жоқ. Мүлдем ойламауымыз қажет. Егер де сіздер бұл туралы ойламасаңыздар, уже болды, все, мусоркаға салып жіберсеңіздер, бұл жақты ойламасаңыздар, сіздің миыңызда белгілі бір міндеттер жоқ болады. Яғни сонда чувство вины дейді, өзімізді бір соның кесірінен орындамағанның кесірінен өзде болады. Бір диванда ұйықтап жатсаң, немесе ұйықтайын деп жатсаң, мынаны орындамадым деп өзімізді кінәлап жатамыз. Просто сондай іс-әрекеттерді қаламайсыздар, жасамайтын іс-әрекеттерді просто жоқ қылу керек. Енді осы орайда сіздер түсінбей қалуыңыздар мүмкін. Жалпы мамандық таңдау қайда, белгілі бір бағыт таңдау қайда, мынау жалпы қалаймын, жасаймын деген іс-әрекет қайда деген секілді. Екеуі бір-бірімен байланыспайды деген секілді. Бірақ негізі екеуі бір-бірімен өте қатты байланысты. Себебі егер де сіз осы нақты не қалайтыныңызды біліп алсаңыз, нақты қалап жасайтын іс-әрекеттеріңізді біліп алсаңыз, сіздің нақты бір мақсаттарыңыз да болады. Яғни осыны жасаймын, осыны жасамаймын, мынау маған керек, мынау маған керек емес. Нақты мен осы қалауым арқылы ары қарай дамытамын деген нақты бір мақсатыңыз болады. Осы орайда еще мындай бар. Қалаймын және де бірақ жасамаймын деген іс-әрекеттер бар ғой. Вот соларға дедлайн қою керек. Яғни ол қалай? Белгілі бір уақытты шектеу. Мысалға делік, егер де сіз қатты қалайсыз, бірақ жасамай жүрсіз. Мысалға айтатын болса, қыздар айтуы мүмкін, косметологқа барғым келеді дейді. Кейбіреулер айтуы мүмкін, белгілі бір курсты оқығым келеді, бірақ жасамай жүрмін деп айтуы мүмкін. Вот, мысалға, курс деген оқуыңыз керек, бірақ оқымай жүрсіз. Уже сатып алып қойғансыз, немесе сатып алмағансыз. Соған сіз осы кездің өзінде қазір дедлайн қоясыз. Нақты қашан жасап кетем, қашан бастап кетем.
миыңызға кәдімгідей уақыт бөлесіз. Мысалға, келесі ай, ровно бір айдан кейін, қазір октябрь айы болатын болса, ноябрь айында 2021 жылы 1 ноябрь күні бастап. Одан кейін осы іс-әрекеттің ішінен дәл қазір қайсын бастап кетемін деп өзіңізге сұрақ қойыңыз керек. Дәл қазір бастап кететін 3-4 іс-әрекетті бүгін уже бастап кетуіңіз керек. Мысалға, лимонмен су ішемін деп үнемі қалап жүрсіз, бірақ бастамай жүрсіз. Вот соны осы кезде бастап кете аласыз деген секілді. Белгілі бір есеп шығару керек, белгілі бір ақшамды үнемдеу деген секілді бір мақсат қойдыңыз, бірақ жасамай жүрсіз. Дәл қазір уже бастап кете аласыз. Яғни финансовый грамотностьті уже жазып қоя аласыз. Яғни солай біз нақты әрбір іс-әрекетімізге уақыт қойсақ, біз уже соны жасап кете аламыз. Осы кезден бастап кете аламыз. Себебі біздің миымыз қабылдайды. Ол қалай жұмыс істейді? Мысалға, сіз жүресіз, сабақ оқуым керек еді, бүйтуім керек еді деп үнемі айтып жүресіз, бірақ уақытын қоймаған соң оны оқымайсыз. Ал егер де мысалға сіз репетитор 14:00-де біз уже кездесеміз деп айтса, сіз 14:00-ге қалай болғанда да барасыз ғой. Яғни жасайсыз. Дәл солай біздің миымызды дәл солай қабылдайды. Сол себепті де міндетті түрде осы тапсырманы орындаңыздар, және де сол арқылы айтқандағыдай мына жақта сіздің шынайы қалауларыңыз, шынайы сіздің үлкен потенциалыңыз жатыр. Яғни бұл іс-әрекеттер арқылы сіз үлкен мүмкіншіліктерге, үлкен бір жетістіктерге жете аласыздар. Сол себепті де осы іс-әрекеттерді жасау керек. Және де сол арқылы кішігірім болса да сіз өзіңіздің нақты өмірге не қалайтыныңызды, жалпы қандай бағытқа қарай барғыңыз келетінін анықтай аласыз. Әрине бұл енді толыққанды ақпарат болмайды, бұл кішігірім ғана жаттығу. Себебі мамандық таңдаған кезде, өзіміздің бағытымызды таңдаған кезде ол арнайы кәдімгідей профайлологпен жұмыс жасау қажет. Яғни біздің консультацияларда, мамандық таңдау консультациясында осындай техникалар арқылы, профориентациялық тесттер арқылы, яғни сіздің бейімділігіңізді анықтау, қабілетіңізді анықтау, сіздің мықты тұстарыңызды, осал тұстарыңызды анықтау арқылы сізге қатысты, сізге келетін мамандықтарды біз ұсына аламыз. Яғни біздің оқушыларымыз осындай кішігірім болса да мына техниканы орындайды, және де қосымша бұдан да мықты техникаларды орындап, профориентациялық тесттерді орындау арқылы шынайы мамандығын таңдай алып жатыр. Сол себепті де сіздер дәл қазір мамандығыңызды тікелей анықтай алмасаңыздар да, осы тапсырманың өзінен де дәл қазір сізге не керек екен анықтай аласыздар, міндетті түрде орындаңыздар. Ал егер де сіздер бұл тапсырма аздық етсе, ары қарай өзіңіздің мамандығыңызды анықтағыңыз келсе, біздің жалпы профориентациялық консультацияда бар екенін білесіздер ғой. Мен Инстаграмда болсын, Телеграмда болсын, басқа да каналдарда болсын, үнемі айтып жатам. Қазіргі таңда егер де сіз мамандық таңдаумен қиналып жүрсеңіз, проблема болып жүрсе, қайда барам, не жасайым, не істегім келеді, қайда оқығым келеді, қай университетке барам деген секілді сұрақтар мазалап жүрсе, қорқып жүрсеңіз, және де соны ойлаған кезде қорқыныш болса, болашағыңызда қорқыныш болса, белгілі бір мамандығыңыз бойынша сұраныс бар ма, жоқ па деген секілді сұрақтар болса, біздің консультациямызға жазылсаңыз да болады. Мен ссылкасын қалдырып кетемін. Және де осыдан бөлек біздің тегін телеграм каналымызда бар екенін ескертейін. Ол жақта әрбір мамандық туралы, университеттер туралы біздің тегінде ақпараттарымыз бар. Жалпы бүгін бізде осындай кішігірім тапсырма болды. Міндетті түрде осы техникамен жасаңыздар. Өйткені бұл өте қызық техника, және де шынымен результат көрсететін техника, және де орындап жатсаңыздар, міндетті түрде Инстаграмға бөлісіп, яғни сторисқа салып, немесе жай ғана дайректқа маған жекеге жіберсеңіз де қатты қуанам, бөлсеңіз де қатты қуанам. Сол арқылы осы ақпараттар сіздерге пайдалы болып жатқанын көремін. Негізі мен сіздерге осы күнге дейін мамандық таңдау болсын, университет таңдау болсын тақырыбында өте көп теориялық немесе белгілі бір ақпаратты, қызықты ақпараттарды айтып жатырмын. Енді сіздерге шынайы практикаға да көмектесетін техниканы да айтып жатырмын. Сол себепті де орындаймыз. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса лайкпен, комментарийді аямаймыз. Егер де біздің YouTube каналымызға тіркелмеген жандар болса, міндетті түрде подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Жанында колокольчик те бар. Егер де колокольчикті басып қойсаңыздар, біздің видеоларды прям шыққан уақытында бірден көре аласыздар. Сонымен достар, сау, саламат болыңыздар.